Сәлем достар, бүгін мен екі түрлі начинкадағы пирожкинің рецептісімен бөлісетін боламын. Алдымен ыдысымызға 250 мл жылы суымызды құйып аламыз. 10 грамм дрожь саламыз. 20 грамм қант. Жарты шай қасық тұз. Кейін 2 ас қасық өсімдік майын қосатын боламыз. Барлығын жақсылап тұрып араластырамыз. Және 450 немесе 500 грамм ұнымызды азырдан салып, жақсылап тұрып араластырып отырамыз. Осындай біркелкі жұмсақ қамыр иленіп шығуы керек. Үстелдің үстіне аздап өсімдік майын тамызып, соған қамырымызды илеп шығамыз. Кейін қамырымызды ыдысымызға салып, бетін жауып, 1 сағатқа көтерілуге қоямыз. Көтерілген қамырымызды илеп, екінші рет көтерілуге қоямыз, яғни ол 20-30 минутты алу мүмкін. Неге осындай үлкен жақсы болып көтерілді. Екінші мәрте көтерілген қамырымызды жақсылап тұрып илеп аламыз. Содан кейін бұл қамырымызды сорпақша пішінге келтіріп алып, жақсылап тұрып қолмен бөліп, оқтаумен кішкене жайып аламыз. Видеода көріп тұрғандарыңыздай мен бірнешеуін жайып алдым. Содан соң ішіне өзімнің дайын тұрған капуста начинкасын салған болатынмын. Осылай капуста начинкасын салып, түйіп, бұлардың астын жабыспайтындай ыдыстың үстін майлап, сол ыдысқа салып отырдым. Ал капуста біткен соң мен екінші начинкаға жұмыртқа алған болатынмын. Сол жұмыртқамен жасап шықтым. Енді қызып тұрған табада пирожкинің екі жағында 4-5 минуттан қойып, қызартып, қуырып аламыз. Тағы да басқа қандай рецепт күтетіндеріңізді жазып кетіңіздер. Және де дәл осы рецептпен пісірген болсаңыздар, маған міндетті түрде комментарийға пікірлеріңізді қалдырып кетіңіздер. Видеома лайк басып, комментарий жазып, каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Барлығыңызға рахмет, ас болсын.